Достар, универде қазақ тілі алынып жатыр. Бұл туралы мына бір ақпаратты көріп қалдым. Басында сенбеген едім, бұл қате бір жалған ақпарат шығар деп. Бірақ шындыққа жанасып тұр. Қаным басыма шауып, қазақ тілі айтпасам болмайды деп, бүгін осы бір тақырыпта сөз қозғайтын боламыз. Бірден айтып өтейін, егер де осы бір универде айтылған мысалы нархоз СЗУ-да оқитындар болса, немесе солардың бір ректорлары, мұғалімдері, немесе білім саласында жұмыс жасайтын адамдар болса, міндетті түрде комментарияға өздеріңіздің ойларыңызды, позицияларыңызды, және де бұл шындық па, жалған ба жазып кетейік. Ал ендеше кеттік достар, бастаймыз. Неліктен бұның бүкілі қаралы ақпарат қазақ халқы үшін осы туралы бірнеше аргументте қолданып көретін боламыз. Біріншісі, қараңыздар, ата заңымыздың тіл туралы бөлімінің 4-ші бабында былай жазылған. Қазақстан халқын топтастыруына аса маңызды фактор болып табылатын мемлекеттік тілді меңгеру Қазақстан Республикасының әрбір азаматы үшін парыз дейді. Үкімет, өзге де мемлекеттік жергілікті өкілді және атқарушы органдар Қазақстан Республикасында мемлекеттік тілді барынша дамытуға, оны халықаралық беделдіге нығайтуға, Қазақстан Республикасының барша азаматтар мемлекеттік тілді еркін оқытуға, қазақ диаспорасының ана тілін сақтауы және дамыту үшін көмек көрсетуге міндетті. Бұл міндет. Сонда, егер де бұның бүкілі Қазақстанның жерінде оқытылатын университеттерде, жоғары білім беру жүйесінде, тіпті орта білім беру жүйесінде қазақ тілі оқытылмаса, қазақ тілі алынып тасталса, онда бұл заңға қайшылық емес пе? Әсіресе мемлекеттік бұл университет болғандықтан. Бұл заңға қайшы нәрсе. Мемлекеттік органдар, заң органдары оны қарастырып көруі тиіс деген ойдамын. Одан кейін келесі аргумент, бұл ұлттық идентификацияны айыру. Мысалға, өткен ғасырды мысалға етіп алайық. Ол заманда 60-шы жылдары қазақ мектептері жаппай жабылды. Ертең себебі біз орыс тілін дамытамыз, бізге орыс тілі маңызды. Шынымен де ол кезде орыс тілін білмесе сен не жұмысқа, не шаруаға жарамайды деді. Сондықтан да ата-аналар балаларым жақсы күн көрсін деген мақсатта балаларын қазақ мектебінен алып тастап орыс мектебіне берді. Осылайша қазақ мектебі жабыла бастады. Я, жоғары білім жүйесі мен орта білім жүйесінде айырмашылық бар. Бірақ ауылдан келетін мысалға балалар болса, я, олар қалай осы мектеп алады? Бізде ашығын айтайын, мен өзім 11-ші сыныпқа көштім. Бізде балалар грант үшін оқуға түседі, көбінесе бір нақты өзінің мамандығы үшін түспейді. Сондағысы бұл жердегі мәселе не нәрсе? Бізге сапа деп ағылшын тілге өту керек па, әлде осындай бір қазақ тілін жоғалтып алуымыз керек? Ойланатын нәрсе. Келесі, бұл біздегі көбісі ойлайды, егер де ағылшын тілінде үйрете бастаса, онда біз оқу сапасын көбейтеміз деп. Бірақ ертең бұлардың арасынан дәрігерлер шығады, я. Ертең бұлардың арасынан бір қандай да мамандық иелері шығады. Олар ағылшын тілін жетіп білмеді. Біздің қазірдің өзінде ана тіліміз қазақ тілін жетіп білмейді. Сонда бұлар ағылшын тілін жетіп білмей, олар үшін бірдеңе жасау керек пе? Ертең сонда мамандықты көбейтеміз, качествоны жақсартамыз деген сияқты, я, сапаны жақсартамыз деген мақсатта осылай жасаса, ертең бұның бүкілін жойып аламыз. Яғни адамдар дұрыс бір қарым-қатынас құра алмайды. Өздерінің мамандықтарын дұрыс оқи алмайды. Мен бұл видеоны былайша айтқан, басында айтқан кезде Инстаграмға салғым келген, бірақ қой құрсын дедім. Бірақ ұйқыдан көріп отырсыздар, я. Сондықтан осы бір видеоны алып, таратып, қазақ тілін қолдайық. Біз қазақ тілін ұстамасақ, онда ертең басқа бір елдерге құл боламыз. Бұлай Мұстафа Шоқайдың сөзі бар. Бала қай тілде білім алады, сол тілдің мемлекетіне қызмет етеді. Ендеше қазаққа қызмет ететін адамдар шығарайық, басқа бір жерге шығарады.